Айып етпеңіз енді Ореке. Дегенмен де енді айт істесе арқамыз қозатын халықпыз ғой. Мына жер жаннаты Жетісудан келгеннен кейін арқаның қымызын ішіп, бабалар қорғап қалған жердің топырағына аунап, елорданың қақ ортасына барып, құрбы құрдастармен сырласып қайтпадық па? Беу. Түф, тек тіл фестиваліне қатысып бірінші орын алған баладай сөйледің ғой. Ай, қазір тіл фестиваліне қатысып бірінші орын алу үшін Ореке өзге ұлттың адамы болу керек. Қазіргі кезде жұмысқа орналасу үшін орыс тілін білу керек. Қымбат қонақ үйге кіру үшін, жұмысқа кіру үшін ағылшын тілін білу керек. Сонда жігіттер біздің тіл не болды өзі? Біздің тіл басқа тілдерге жұмыс жасатып қойып демалып жатыр да. Не дейді айналайын? Маэстро!